ферманың ішінде жүріп, шөп сабан болады ғой, сағатын түсіріп алған, жұмыс істеп жүріп білмей сағатын түсіріп алған. Енді ферманың іші үлкен, ол сағатын іздепті, еш таба алмапты. Сөйтіп сыртқа шықса, балалар ойнап жүрген екен, жаңа кішкентай балалар шақырып алды да, сағат бар еді мына жерде, тауып берің, ізлесін маған деп. Мен сабанның ішіне кіріп кетіп, ана жағын көріпті, мына жағын көріпті. Көп уақыт шұқылапты да, іздепті да, таба алмапты. Сөйтіп айтыпты, біздер таба алмадық деп. Сөйтіп тұрып, ол қатты қадірлі енді іздеп отырған, жаңағы, ой, енді қайтып таусам болады, сіздер көмек бергеніңізде жақсы болар еді, сауға берер едім тауған адамға депті да. Сөйтіп ішінде бір бала айтыпты, мен тауып беремен депті, бірақ бір ілтимасым бар. Іштегі хамме адамлар шығып кетсін, іште ешкім қалмасын депті да. Рас жақсы шықсақ шығып кетейік деп хамме шығып кетіпті да, бала отырыпты да. Деді бір ярым сағаттан кейін тауып әкеліпті сағатты. Жаңағы фермер қайран қалыпты, қаяқтан тауыдың, біздер іздеп таба алмадық қой, сен қаяқтан таудың десе, шешімі әпуа, иә, мен тек отырып алып тыңладым деген. Тыңлаған уақытта чық еткен дауыс шыққанда, һәм барып сразу тауып алған. Тыңлауды үйреніп, жақсы ма, тыңлап білін. Пікірлеуді үйреніп. Тыңлаймыз, һәм соны пікірлейміз. Жақсы ма? Тыңлауды үйреніп отырсыз ба? Тез сөйлеуге асықпаң еш уақыт. Мысалы, біреулер бір зат айтқан уақытта тез сөйлеуге асықпаң. Тыңлап үйренсең, көп затқа ерісесің.